сәлем достар. Біз алдыңғы сағаттарда 13-ші сабақтың сөздерін толығымен аяқтатқан болатынбыз. Енді біз қазір 13-ші сабақтың диалогы өзі екі диалогтан тұрады. Екінші диалогы сәл үлкенірек болғаннан оны екіге бөліп 3 диалог қылып шығарамын. Так, 第13课，这是不是重要？ тақырыбы осындай. Бұл Қытай дәрісі ма емес пе деген сабақ. Енді көбін диалогқа қарайық. 你没有箱子吗 дейді. 你没有箱子吗? Біз осында 箱子деген сөзді оқыдық, 没有деген сөзді оққанбыз. Осы сабақтың сөздерінде мейоу дегеніміз жоқ,箱子дегеніміз кәдімгі чемоданды айтамыз. Сонда не мейоу箱子ма дегеніміз сенде чемодан жоқ па? Сенде сумка чемодан жоқ па деген сөз. Йоя мына жерде точка тұр, ай жерде адамның өзінің интонациясы жоқ. Бар ғой деген сөз. Бар деп мысалы. 我的在这儿呢 дейді. Йоя 我的在这儿呢 дейді. Бар ғой, менікі мында. Чөр дегеніміз неменеді? Осында, нар дегеніміз анда. Сондықтан, оды цай чөрна дейді. Менікі осында, мында деген сөз. Оды хэн чоң, ниді чоң бұ чоң. Міне жерде қандай болып тұр? Сұрақ. Міне жерде сұрақ болып тұр. Қазір, міне жерде сұрақ болып тұр. Кешіріңіздер, мен сұрақ белгісін қалдырып кетіппін. Міне жерде сұрақ. Сұрақ болып тұр, Өйткені мына жердегі сын есім сөзі екі қайталанғанда ортасында бұ, чоң, мысалы, кән бұ кән, чы бұ чы, осында екі қайталанған кезде қайтеді, бұл сұраққа айналады. Сұрақ болып тұр. Мысалы, оды хэн чоң, менікі өте қандай? Чоң дегеніміз неменеді? Ауыр. Неді чоң бұ чоң, сенікі ауыр ма емес па? Ауыр емес па, мысалы, ауыр ма, ауыр емес па деген сияқты сөз. 这个黑的很重. 这个黑的дегеніміз мына қарасы. Мына қарасы很重. Қандай? Өте ауыр. Жерде осы сабақта 2-3 түрлі түстерді оқығанбыз, светтерді. 这个黑的很重. Мына қарасы өте ауыр. 那个红的比较轻 дейді. 那个红的比较轻. Ана қызылы. 红дегеніміз қызылы. Бейжау дегеніміз неменеді? Бір шама қандай? Чин дегеніміз чоң дегенге наоборот керісінше немене? Жеңіл. Сонда мына қарасы өте ауыр, анау қызылы бір шама жеңіл. 你的箱子很新，我的很旧. Міне жерде енді чемодандардың сынын білдіріп кетті. Міне жерде міне 你的箱子很新，我的很旧. Шин дегеніміз неменеді? Жаңа, жау дегеніміз ескі. Сонда, ниді шаңзы хэн шин болса, сенің чемоданың өте жаңа. Оды хэн жау, менікі қандай? Өте ескі. Жау дегенді алдында өттемін, жау дегеніміз заттарға қолданылады, адамға қолданбаймыз. Зат атауларын, заттардың ескі жаңалығына, мысалы, ескі көне деген мағынада қолданады. Бұл адамға қолданады. Адамға лау деген қолданады. Лаушы дегендегі лау. Лаужын болса кәрі адам. Мысалы, мынау ескі адам деп қолданбаймыз. Келесі, 那个新的是朋友的，这个旧的是我的дейді. 那个新的是朋友的. Ана жаңасы анау. Нағы анау. Жаңасы кімдікі? Досымдікі. 朋友的. 朋友дегеніміз кім еді? Дос. Досымдікі. 这个旧的是我的. Бұл ескісі. Кімдікі? Менікі. Сонымен міне бұл 13-ші сабақтың бірінші диалогы. 你没有箱子吗? Сенің чемоданың жоқ па? 有呀, бар. 我的在这儿呢. Менікі мында. 我的很重. 你的重不重? Менікі өте ауыр. Сенікі ауыр ма емес па? 这个黑的很重. 哪个红的比较轻?
Mına qarası öte ağır, ana kızılı bir şama jengil. 你的箱子很新，我的很旧。Senin çemadanın öte жаңа meniki öte eski. 那个新的是朋友的，这个旧的是我的。Ana жаңасы досымдікі, мына ескisi meniki. Ya, сонымен бұл 13-ші сабақтың бірінші диалогы, келесі сағатта 13-ші сабақтың екінші диалогы болады. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар. 第13课，这是不是中药？一、课文。一、这个黑箱子很重。你没有箱子吗？有啊，我的在这儿呢。我的很重，你的重不重？这个黑的很重，那个红的比较轻。你的箱子很新，我的很旧。那个新的是朋友的，这个旧的是我的。